Барлығы тосып жүрген өмірде 11 акциясы деген не? Ол қайдан пайда болды және де жеңілдіктерді қалай пайдалансақ болады? Дәл осы кезде сонымен қатар жаңа пост компаниясының Пиндотада жоғалып кету себебі неліктен және де оның шешімі қандай? Осы сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, менің видеомды толық қарап, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Жалпы 11-11 акциясы дегеніміз ол Қытай маркетплейстарында болатын үлкен жеңілдіктер акциясы. Жеңілдіктер 20-30%-дан тіпті 90%-ға дейін болады. Бүгінгі күннің өзінде ол акция басталып кетті, ал негізінен бұл дата 11 қарашаға белгіленген. Пиндота сайтына кіріп қарайтын болсақ, астында 11-11 белгісі тұр. Осы жерден көптеген товарлардың жеңілдіктері көрсетілген. Жалпы бұл акция неден пайда болды? Негізгі бастауы 2009 жылдан басталады. Бойдақтар мейрамына қарай ұйымдастырылған. Жалпы осы 4 цифрды алып қарасақ, бір деген 4 бірлік, ол бойдақ деген мағынаны білдіреді. Соған орай Alibaba маркетплейсінің директоры дәл осындай мейрам кезінде сауда-саттықтың күрт өсетінін байқаған. Соған сәйкестендіріп, өзіне маркетинг ретінде және товарын өткізу мақсатында осы жеңілдіктер күнін ойлап тапқан болатын. Содан бері жыл сайын Қытай маркетплейстары дәл осы күнді пайдаланып, бәленбай миллиард оборот жасап отыр. Жеңілдіктерді алар кезде міндетті түрде бағаларды күнделікті қарап салыстырып отырыңыздар. Қазірдің өзінде басталып кеткенмен кейбір жерде өте көп айырмашылық болмауы мүмкін. Ал жеңілдікпен тұрған товарды көрдіңіз бе, бірден корзинаға жинамай сатып ала берсеңіздер болады. Енді мына жердегі товарлардың барлығы жеңілдікпен көрсетілген, міне төбесінде тұр. Негізінен жеңілдікті дұрыс пайдалану үшін товарларыңызды корзинаға жинап аласыз да белгілі бір суммаға жеткізесіз. Мысалға 50 юанға товар салсаңыз 5 юан жеңілдік береді. Мына жерде 300 юанға салсаңыз 50, ал 1000 юанға салатын болсаңыз 100 юанға дейін сізге жеңілдіктер береді деп көрсетілген. Оны пайдалану үшін мысалы мына 300 юан дегенге кіремін. Осы жерден товарларды қазір корзинаға жинайын, яғни 300 юанға толтыруым қажет. Егер оптом бағада немесе сатуға товар алатын болсаңыздар, бұл өте тиімді болады. Қазір кішкене бағасы қымбатырақ товардан жинайық. 300 юанға толтырып. Мына бір товарды алайын. Санын көбейте салайын. Мысалға сатуға алатын болсаңыздар. Тағы да басқа товарлар. Бұлар ваннаға қажетті жабдықтар. Мынадан екеу алайық. Органайзерлардан алайық. Өте әдемі қасықтар екен. Міне, корзинада суммасы шығып тұр. 323 юанға товар салынды. Корзинаның үстін басамын. Оплата қарай өтеміз, қызылды басып. Барлық жиналған товарларымыз тұр. Мына жерде астында скидка суммасы көрсетілген. Және де сәйкесінше бізге 300 юанға салғандықтан 150 юан алып тастап тұр. Осылай, егер де көп зат алатын болсаңыздар, жеңілдікті пайдаланыңыздар. Немесе жеке-жеке товарды сатып алсаңыздар да болады. Енді қайтадан басты бетке өтеміз. Мына жерде де 11-11 белгісі тұр. Соған кіріп қараймыз. Мұнда полин сумкалары өте сапалы. Отзывтардың барлығын қарап шығыңыздар. Товар алғанда жалпы қандай маркетплейс болсын, отзыв, комментарий, әсіресе жағымсыз комментарийді қарауды ұмытпаңдар. Шынайы отзывтар, міне фотоларымен барлығы көрсетілген, сапасы жақсы екені көрініп тұр. 11-11 акциясында тұр екен. Оған дейін бағасы 90 юан болыпты, 5 юанға жеңілдік. Қайтадан басты бетке өтіп, төбесіне категорияларды таңдап көрейік. Шырша қазір ең жақсы өтетін бізде көпшілігі алатын. Мұнда міне флагманский магазинде скидкамен тұр екен. 11-11 акциясы дейді. Отзывтарын қарайық. Жағымсыз отзывтары жоқ, фотолары барлығы көрсетілген. Оған дейінгі бағасы 116 юанға тұр болған екен. 104 юанға сатып алуыңызға болады. Осылай күнделікті бағаларды салыстырып, товарлардың барлығын қарап сатып ала бересіздер. Алда әлі де 12-12 жеңілдіктері келе жатыр, яғни 12 декабрь күні жаңа жылға орай, себебі жаңа жылда бізде товар сатып алу саны күрт өседі, білесіздер. Алайда сіздер жаңа жылға дейін үлгеру үшін осы 11-11 акциясы кезінде заказдарыңызды алып үлгеріп қалыңыздар. Себебі карголарда қазір товарлар көбейеді, клиенттер де көбейіп жатыр, соған сәйкес біраз кешігіп келуі мүмкін. Ал енді достар, жаңа пост компаниясының қолданушылары бар болатын болса, сіздер үшін тағы бір маңызды ақпаратпен бөлісе кетейін.
Бізде дәл осы жеңілдіктер басылар уақытта жаңа пост компаниясының атауы Pinduoдан жоғалып кеткендігі сәл қолайсыздық тудырып отыр. Алайда компанияның негізін қалаушы Сержан Тоқай бұл мәселенің уақытша шешімін тауып сіздерге жеткізген болатын. Әлі де заказ салмаған немесе адресті тіркей алмаған қолданушылар бар болатын болса, осы видеодан қарап алсаңыздар болады. Жалпы жаңа посттың Pinduoдан алынып тасталу себептерінің біреуі Temu маркетплейсін дамыту мақсатында деп айтылып жүр. Қалай болғанда да бұл мәселе оң шешімін табады деген ойдамыз, себебі бізде қолданушылардың көбі Pinduoдан заказ салады. Temuда біраз товардың магазиннің рейтингін көру мүмкін емес, товардың сапасына баға бере алмаймыз, және де кейбір кездерде Қазақстанмен бірдей доставкасы қосылғандықтан өте қымбатырақ шығып жатады. Сол үшін жаңа айтқандай бізге ең қолайлы маркетплейс ол Pinduoда болып табылады. Енді біз адресті тіркеп алу үшін жаңа пост қосымшасына кіреміз. Кірген кезде міне осылай басты бетте сіздің Қытайдағы адресіңіз шығып тұрады. Соны көшіру деп толығымен көшіріп аласыз. Енді қайтадан Pinduoда сайтына кіреміз. Бұл біздің басты бет. Міне мына жерде менің номерім, фотосуретім тұр. Соның астында мекенжай белгісі көрсетілген. Соны басамыз да астындағы қытайша жазуды басамыз. Бұл адрес қосу деген мағынаны білдіреді. Разрешение береміз. Міне бірден жаңағы көшіріп алған адрес менде қойылды. Енді ешқандай ақпаратты өзгертпейміз. Дәл осылай қалдырамыз да қызыл жазуды басамыз. Басылды. Енді заказ алу кезінде міндетті түрде осы жерге галочка қоюды ұмытпаңыздар. Әйтпеген жағдайда сіздің товарларыңыз басқа каргоға түсіп кетеді. Дәл осылай өзіңіздің адресіңізді тіркеп алыңыз да Pinduoda сайтында ары қарай заказ сала беріңіздер. Ол заказдар міндетті түрде сіздерге жеткізіледі, және де жаңа пост қосымшасында шығып тұратын болады. Ол бірден шықпауы мүмкін, 2, тіпті кей жағдайда 3 күнге дейін созылады. Ары қарай асылын жасап, доставкасын төлеп, товарыңызды ала берсеңіздер болады. Бұл видео барлығына пайдалы болады деген ойдамын. Сіздерде қандай мәселе туындап жатыр, комментария жаза кетіңіздер. Мүмкіндігінше сіздер үшін арнайы тегін сабақтар түсіретін боламын. Баршаға сәттілік.